Сәлем, Дәмді Лайф YouTube арнасы көрермендері, сіздермен бірге бүгін тағы да мен Назерке біздің каналда дәмді әрі тез дайындалатын тағамдар жасайтын боламыз. Біздің каналымыз ұнаса, тіркеліп лайк басып кетеміз. Бүгін біз қолдан сыр жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 қана нәрсе қажет. Ол жұмыртқа, қолдың сүті және қаймақ 20%. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге 3 литрлік, менде 3 литрлі банкі, негізі болса 2 литрлі банкі болады. Сүтті сүзіп құйып аламыз. Бізге 1,5 литр сүт қажет. Қолдың сүті болмаса, қалалық жерлерде 6%, немесе 3% сүтті алып, қайнатып жасай берсе болады. Осы жетіп қалады. Осы 1,5 литр сүтіміз. Қазір қазанға қойып, сүтімізді қайнатамыз. Ал енді сүтімізді газға қойып қайнатамыз. Қазанға қойып. Сүтімізге бір ас қасық тұзымызды қосамыз. Араластырып жібереміз. Ал енді сүтіміз қайнағанша ең қажетті ингредиенттеріміз дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқамыз жуылған. Жұмыртқамызды араластырамыз. Жұмыртқамызға қаймақ 20% 200 грамм қосамыз. Магазин қаймағы. Екеуін араластырамыз. Bir kelke қалыпқа түскенше араластыра береміз. Қаймақ пен жұмыртқамыздан смесь осындай пайда болды. Енді бұны қайнаған сүтімізге қосамыз. Міне біздің сүтіміз қайнап жатыр. Дайын сместі осы сүтімізге құямыз. Енді араластырып отырып, бір 4-5 минут қайнатамыз. Кәдімгі ірімшік болып қайнайды, міне. Қазірдің өзіне шығып ірімшік болып. Міне. 3-4 минут қайнатамыз қазір. Астын басып, төменгі отта 3-4 минут қайнатамыз. Міне ірімшік болып жатыр. Төмен отта қайнатып аламыз. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Қазір алып сүземіз. Қазаннан ірімшігімізді алып, дайындап қойған сетамызды қойып, соң сүзіп аламыз. Марлымен. Міне осылай сүзіп аламыз марыге. Міне ірімшігімізді сүзіп болдық. Енді бұның суын қатты ағызып, ыстық ая.
Остыңай. Суын қатты ағызып, арнайы ыдысқа престеп аламыз, ыстық болып тұрмаған. Қазір мен ыдысыма салып алайын. Енді ірімшігімізді суын қатты қысып ағызып аламыз. Осылай суы ағу керек. Енді арнайы менде осындай ыдыс тесілген түбі, чтобы суы ағу үшін түнмен біз 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Мен қазір арнайы түнге қарай жасап жатырмын, таңертеңге дайын болу үшін. Болмаса күндіз таңертең жасап, кешкісін жесеңіздер де болады. Суын ағызып, престеп, мынандай арнайы ыдысқа салсаңыз, сыр өз формасын өзі жасап алады. Енді осындай ыдысқа саламыз. Престеп суын ағызамыз. Міне біз осылай істеп салдық, формасын жасадық. Енді үстіне мен арнайы менде осындай не бар? Тұздың ыдысы ғой, ауыр. Болмаса басқа да ыдыс қойса болады. Мен осы ыдысты алдым. Осымен престеп суын ағызып формасын жасаймыз. Осылай 4-5 сағат тұру керек. Ауыр ыдысты алмаймыз. Дайын болғанша 4-5 сағат тұру керек. Міне сырымызды түнге қалдырған болатынбыз. Таң атты, қазір результатын көрейік. Міне формасы әдемі шыққан сияқты. Ал енді сырымыздың дәмін көрейік, күшті шыққан сияқты. Былқылдап жұмсақ болып әдемі болып тұр. Бірінші жасағанға күшті болған сияқты. Бісміллә деп кесейік. Күшті болыпты міне. Мынандай арасы тесік кесіп, кәдімгі сыр сияқты әдемі болыпты. Дәмі күшті болыпты. Оңай сырымыз дайын болды. Мен бірінші рет жасағанға өте дәмді және әдемі шыққан сияқты. Сіздер де жасап, дәмін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, жазыла кетіңіздер. Сау болыңыздар.